Сәлем достар, бүгін кореялық токбокки әзірлейтін боламыз. Өте танымал, ең ащы тағамдарының бірі. Бұны ол жақта неше түрлі жолмен пісіреді. Негізі 3 түрлі жолы бар. Сүтпен пісіретін жолы және ортасы ащы, мынау ең қатты ащы түрі. Ол жақта магазиндерде кәдімгі біздің роллтондар сияқты пакетке дайындап соусымен салып қояды. Осыны алады да қайнатып жей береді соусын қосып. Осының істелу жолын қазір сіздерге көрсететін боламын. Тағы өзге ұлттың тағамын көргіңіз келсе, подписаться етіп маған тіркеліңіз. Ал кеттік, бастайық. Ең алдымен бізге 300 грамм ұн қажет. 2 адамға лайықты істейін деп жатырмын. Судың мөлшері жоқ, 100 грамм шамасында. Соған тұз қосып, ұнның үстінен жай аз-аздан қоса отырып қамыр илейміз. Барлығын бірдестен қосып жүруге болмайды. Өйткені қамырымыз жұмсақ болып кетуі мүмкін. Осылай зорға біріктіре отырып қатты қамыр илейміз. Судың мөлшері өте жеткіліксіз болып тұрғандай қылып илейміз. Үстінен азырақ май жағып, осылайынан тегістеп аламыз. Енді осыны пакетімізге 1 сағатқа қалдырамыз. Оға дейін біз керекті заттарын дайындап, соевый соус қажет, және қызыл бұрыш қажет, томатный паста қажет, сосын 2 жұмыртқа қажет, 2 тіс чеснок қажет, және көк пияз қажет, сосын бізге қант қажет болады. Енді бізге 1 сағат болды. Қамырымызды алып, 1 сағатта бізге жаюға ыңғайлы болып, жақсы болып шығады холодильниктен. Осыны қатты жұмсақ қылмаймыз. Осылайынан 1 сантиметрдің көлемінде ғана қылсақ та, мен осылайынан, негізі көбісі токбоккиді осылайынан кесіп әзірлейді, бірақ майда қылып кесілгендері де бар. Осыны тегістеп, осының ортасынан тағы бір бөліп жіберсеңіздер де болады. Қайнаған кезде бұдан сәл үлкейетін болады. Белка мен шанышқымен тығып жеген кезде ыңғайлы болу үшін осылай істедім. Енді суымызға қайнатып, тұз салып, жаңағы дайындап алған токбоккиімізді салып қайнатамыз. Қамырымыз піскенше. Езілмейді, қорықпаңыздар, өйткені бұл қатты болып иленген. Сол үшін біз 10 минут қайнатамыз. Арасында біреуін жеп тексеріп көреміз, пісті ма, піспеді ма. Сосын бұны алып, суы тартылып кетті, даже пісем дегенше суын төгіп, мұздай суға жуып аламыз, тазалап. Сонда жабыспайтын болады. Енді майымызға деппін ғой, табамызға осылай май құйып, қуырамыз осы токбоккиімізді сәл-сәл қызартып алғанша. Енді томатымызды қосып, азырақ шамамен 1 ас қасық томат қосып, 1 ас қасық соевый соус қосамыз. 1/2 ас қасық қосаңыздар болады. Шекерден де 1 ас қасық қосамыз. Шамалап салып жатыр. Мен қатты мөлшерін алған жоқпын. Чесноктан 2 ұштық чеснок, 2 тіс чеснок қостым. Енді қызыл бұрыштан 1 ас қасық жетеді деп айта берейін. Өте ащы болып кетеді екен. 1,5-2 ас қасық, 1 ас қасық жетеді. Енді осыны қосып, араластырып, отымызды осы кезде өшіріп қоямыз. Өте баяу отта болу керек, өйткені күйіп кетеді. Енді жаңағы үстіне су құямыз. Азырақ 100 граммдай су құямыз. Құрғақ болып кетпеу үшін. Суы сіңіп кетеді, көбірек құйсаңыздар болады. Жұмыртқамызды турап арасына қосып жібереміз. Қоспасаңыздар да болады. Міне дайын болды. Өте ащы, ауызды күйдіретіндей, закуска ретінде қолданса күшті кетеді екен біздің қазақтарға. Керемет болып тұр. Қамыры кәдімгі күшті, маған ұнады. Мен 1-ші рет жасап, және 1-ші рет дәмін көріп отырмын. Үйренбегеннен кейін асқазан сәл ащыға аузымыз үйрене алмайды екен.
дәмін көремін десеңіздер осылайынан істеп жеп көріңіздер кореялық тағамды. кей кезде өзге ұлттың тамағын жегің келіп тұрады ғой, қалай болды екен деп. Каналға тіркелеміз.